сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аялуин. Достар, бүгінгі видеоменде ерекше бір форматта болады. Яғни мен сіздерге жаз айында не істеуге болатынын, қалай жаз айын қызықты етіп өткізуге болатыны жайында 30 кеңес дайындадым. Егер де бұл видео сіздерге қызықты болса, ары қарай қараймыз. Ендеше мен видеом бастаймын, ал сіздер тамашалаңыздар. Ең алдымен жаз мезгілі болса да ерте тұруды өздеріңізге әдетке айналдырыңыздар. Таңертең ертесімен тұра салып, өздеріңізге медитация жасауды әдетке айналдырыңыздар. Бұл сіздердің денелеріңіздің, өздеріңіздің күндеріңіздің керемет өтуі үшін үлкен септігін береді. Жаз мезгілі болғандықтан да әрдайым күнделікті ерте тұра салысымен су ішуді әдетке айналдырыңыздар. Жаз мезгілі болғандықтан да ауылдық жерлерге келіп атқа отырыңыздар, немесе таза ауа жұтыңыздар, көп далада жүріңіздер, серуендеңіздер. Бұл сіздердің денсаулықтарыңызға да өте пайдалы. Өздеріңізге күтім жасаңыздар. Жаз мезгілінде көптеген күнге қарсы кремдер жағыңыздар. Бет күтімдеріңізді, терлеріңізді өте жақсы деңгейде күтулеріңіз қажет. Жақсылап жаз мезгілі болғандықтан да білмейтін пәндеріңізді қайталап, сабаққа өте үлкен көңіл бөліңіздер. Өздеріңізге өте қатты күтім жасаңыздар, өздеріңізді барынша күтіңіздер, өздеріңізге көңіл бөліңіздер. Әртүрлі тілдерді үйреніңіздер, уақыттарыңыз сонда босқа кетпейді және өздеріңізге де өте пайдалы болады. Білмейтін, өзіңіз қызығатын пәндердің барлығын үйренуге тырысыңыздар. Тамақ дайындап үйреніңіз. Өзіңіздің таңдаған мамандығыңыз бойынша дайындала беріңіз, әлі ерте болса да. Планер немесе блокнот толтыра біліңіз, себебі осы арқылы сіз өзіңіздің көңіл-күйіңізді де көтересіз, әрі уақытыңызда бостан-босқа кетпейтін болады. Осындай уақыттарды пайдаланып, осы нәрселерді жасаңыздар. Телефонда көп отырмаңыздар. Уақытыңызды әртүрлі фильмдер көрумен өткізіңіздер. Мысалға, неше түрлі қызықты фильмдер көріңіздер. Ол арқылы көңіліңіз көтеріледі. Басқа да жанрлардағы фильмдер көрсеңіздер болады. Бұл да сіздерге өте керемет. Мысалға, қорқынышты жанрдағы фильмдер. Тағы да қазақтың керемет фильмдері, қазақтың Миллион шоудың керемет фильмдері шықты. Осы фильмдердің бәрін көрсеңіздер, уақыттарыңыз тиімді әрі қызықты болып өтеді. Сіздерге фильм көруге советую. Өсімдік баптаумен айналысыңыздар, бөлме гүлдерін күтіңіздер, оларға су құйыңыздар, топырақтардың қатпауын қадағалаңыздар, себебі өсімдіктер бізге үйдіге сән беретін және ауа беретін, және де даладағы гүлдерге де су құйып, оларды да баптауды ұмытпаңыздар. Осылай біз табиғатымызды қорғаймыз. Кешке дейін телефондағы ойындарды ойнай бергенше, бір уақыт отбасыңызбен немесе достарыңызбен настольный игралар ойнаңыздар. Мысалға, монополия, шахмат, шашки, неше түрлі карта, неше түрлі керемет ойындар бар. Осы ойындарды ойнап уақытыңызды қызықты өткізіңіздер. Суреттер салып біліңіздер. Әртүрлі аниме жанрындағы ерекше суреттерді салып, өздеріңіз шынықтырыңыздар. Трендтен қалмай, чехолға арналған өздеріңіздің қолыңызбен фотолар жасаңыздар. Осы уақытты пайдаланып, боянып үйреніңіздер. Әртүрлі видео уроктарды көріп, сол арқылы өздеріңізді шынықтырып, өздеріңізге макияж жасап, қалай бояу керек, соның бәрін көріп, үйреніп алыңыздар. Жаз уақытында өздеріңіздің дене бітімдеріңізге өте үлкен көңіл бөліңіздер, яғни өздеріңізге күтім жасап, жаттығу жасап, видеоролик қараңыздар. Егер сіз дорама көретін дорамашница, дорамашник болсаңыздар, онда осы жаз сіздерге таптырмас уақыт деп ойлаймын. Дорамаларыңызды көріп бітіруге болады. Сонымен қатар өздеріңіздің алдыларыңызға мақсат қойыңыздар, яғни бір кітапты алып, осы кітапты жаз бойына кем дегенде жарты бетін бітіруге. Солай кітап оқыңыздар. Әлі де кинотеатрға бара алмай жүрсіз бе? Онда үйде өзіңізге диск сатып алып, үйден өзіңізге мини кинотеатр ұйымдастырыңыздар. Ерекше фильмдеріңізді көріңіздер. Және де телевизордан да басқа бағдарламаларды көрсеңіздер болады. Почему бы нет? Өздеріңіздің хоббилеріңізбен, яғни барынша бимен айналысуға тырысыңыздар, билеп үйреніңіздер, уроктар қараңыздар. Уақытты барынша жақындарыңызбен өткізуге тырысыңыздар. Жаныңызға жақын адамдармен өткізіңіздер, бар уақытты бағалаңыздар. Жақын достарыңызбен, құрбыларыңызбен барынша уақытты жақсы өткізуге тырысыңыздар. Өздеріңізбен бірге ерекше естеліктер қалдырыңыздар.
Үйде отырғанда барынша уақытты қызықты етіп өткізіп, өздеріңізбен караоке өткізіңіздер. Әндерді айтыңыздар, рахаттаныңыздар, өздеріңіздің сүйікті әндеріңізді айтып үйреніңіздер. Және бұл уақытты қызықты өткізуге таптырмас мүмкіндік. Әрине, сыртқа шығыңыздар, қыдырыңыздар, өздеріңіз бұрын-соңды болып көрмеген жерлерге барыңыздар. Уақыттарыңызды барынша қызықты етіп өткізулеріңізге болады. Және де әрдайымда суға барыңыздар әрине. Неге бармасқа, жаз айы болғандықтан сусыз болмайды әрине. Сондықтан суға барыңыздар, ерекше атмосферада болыңыздар, өздеріңізбен өздеріңіз қыдырыңыздар. Каникул болғандықтан да мұғалімдер ештеңеге запрещать етпейді, сондықтан да өздеріңізге өзгеріс енгізіңіздер, өздеріңізге бұрын-соңды жасамаған ерекше өзгерістер, мінездеріңізді өзгертіңіздер, өздеріңізбен өздеріңіз жұмыс жасаңыздар, маникюр істетіңіздер. Дұрыс тамақтанып біліңіздер, әрдайым өздеріңізге дұрыс тамақтар жасап, ерекше өздеріңізге күтім көрсетіңіздер. Әрине, қоғамдық орындарда болғаннан кейін үлкендерге көмек көрсетуде де ұмытып кетіп жүрмеңіздер. Өздеріңіздің жақсы көретін блогерлеріңізді қараңыздар. Сіздерге ол блогерлеріңіз сондай бір мотивация беретін болса, бұл өте керемет, сондықтан олардың өмірін бақылаңыздар, өзіңізге мотивациялаңыздар. Соңғы факт, енді маған тіркеліңіздер, өзіме өзім пиар жасаймын, менің видеоларымды көріп бағасын беріңіздер. Сонымен достар, менің ойымша бұл видео сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Егер де бұл видео ұнаса, маған әрине лайк басыңыздар, менің еңбегімді қалай бағаламауға болады. Және маған комментарий жазыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды, сіздерді не қызықтырады, өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Және маған тіркелуді де ұмытпаңыздар. Егер де әлі де менің отбасыма қосылмаған болсаңыздар, қосылыңыздар. Мен сіздерді әрқашанда күтемін. Және де комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды. Жақсы достар, келесі қызықты ерекше видеоларда кездескенше сау болыңыздар.